Бақыт қонған ерлердің әрбір ісі оң болар. Дәулеті күнге артылар, не қылса да мол болар. Арма ардақты ағайын, демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз ауған соғысының ардагері. Ендеше біз сырлы естеліктермен бөлісетін Төлеков Сейтқазы ағамыздың отбасына ат басын бұрамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ал ендеше кеттік. Арма қадірменді ағайын, отбасы адалдықпен, алғыс бағы берекемен табылған жан құштары дегендей, біз бүгін өнегелі отбасы Төлековтер әулетіне келдік. Ендеше сырлы сұхбат, риясыз әңгіме болатынына ешқашан күмәніміз жоқ. Біз сұхбатты бастаймыз. Сіздің осы ауданымыздағы ауған соғысының ардагері, ардақты азаматтарының ретінде, және де ел ағасы ретінде жақсы білеміз. Осы орайда алдыменен сұхбатымыздың бірінші сұрағы, отбасыңыздың мүшелеріңізбен жақсылап жақыннан таныстырып өтсеңіз. Ассаламуалейкум, құрметті көрермендер. Міне бүгін Қайрат ініміз осы сұхбат алу үшін мен отбасыма елеп, отбасымда елеп келіп отыр. Рахмет Қайрат інімізге. Мен өзімді таныстырып өтейін. Мен өзім Төлеков Сейтқазы Нұрғалиевич Ром Қожаболат, Тамды ауданының Керізбұлақ ауылының тумасымын. Сол жерде туып өскенмін мен. Сол жерде біраз ата-бабаларымыз кәсіп қылған, малмен шаруашылық айналысқан. Мен бұл жерге 1996-97 жылдар шамасында Шұдық қаласына келдім. Содан бері Құдайға шүкір жаман емес. Қазір Шұдық қаласында Мұхтар Әуезов көшесінің 30-18 пәтерінде жасаймын. Мен өз отбасымды таныстырайын. Бірінші мына отырған менің жұбайым, Жұбаева Ләззат Теміратқызы. Ол кісі педагог болған, қазір зейнетке шыққан зейнеткер. Мына менің ұлым Нұрғалиев Рабат Робертейміз Сейтқазиевич. Бұл қазір ГМЗ-де істейді, ГМЗ-де жұмыс істейді. Қазір келінім Байжанова Олдаш Алтынсарина, Алтынсары қызы. Бұлар екеуінің отасқан авалдарына қазір 13 жылдай болып отыр. Міне Аллаға шүкір бақытты жанұямыз біздер. Мына солардан өрбеге мен 3 немерем. Тамаша. Аяжан 6 сыныпта оқиды. Осы мына 4-ші мектепте Шұдық қаласында. Мына Жаня 2 сыныпта оқиды, ол да 4-ші мектепте. Әнуар тұр. Әнуар. Ол 4 жасты толып 5-ке қарап жатыр қазір. Отбасым осы кісілерден тұрады. Және 2 қызым бар. Үлкен қызым Мақпал, Родня қаласында тұрады. Күйеу балам аты Медғат. Онан кейінгі қызымда Тойжан, күйеу балам аты Сәулет. Екеуі де Родня қаласында. Жақсы бақытты отбастары. Олар да өте жақсы жасайды. Рахмет Сейтқазы аға, мінекей отбасы мүшелеріңізбен де жақсылап танысып алдық. Әрқашан отбасыларыңызға береке, бірлік, жылулық тілейміз. Қызығын көріңіздер осы Ләззат апамызбен бірге, немерелеріңіздің, ұрпақтарыңыздың. Ал енді сұхбатымыздың сұрағын әрі қарай жалғастырсақ, енді әлгінде айтып өттім ғой, Сейтқазы аға, сіздің осы ауданымызда ауған соғыс ардагерлерінің төрағасы екеніңізді білеміз. Мінекей осы орайда ауған соғысына барған сәттеріңізге бір оралайықшы, сол күндерді еске алып, сол жөнінде бір естеліктер айтып берсеңіз. Біздер Ауғанстанға бірінші Тамды ауданынан кеттік. 1978 жыл ноябрь айында. Ноябрьдің 2-ші күні еді кеткен уақытымыз. Ол кезде автобус жоқ. Бұқара облыс орталығы 2 Урал машинамен алып кетті біздер Бұқараға. 2 Урал машинаның кузовы тола баратқан өзінің отын алдындағы қызмет атқаратын жігіттер. Сонымен Бұқараға барғаннан кейін біздерді бөлді.
осы аудан бойынша, Тамды ауданы бойынша 6-7 бала жерде Термизге барып тастады. Термиз қаласына. Содан 6 айдай дайындықтан өткізіп, бұл кезде жаңа Ауғанстан дегенде бізді жаңағы орталық коммунистік партиясының қарарымен бізде Термиздегі барлық дивизия бойынша Ауғанстанға өткізді. Бұл Ауғанстанда жаңағы инженерный саперный батальон дейді. Ол деген сөз миналаушы пехота дейді, жаяу әскерінде алып жүреміз. Сол өзім шофермін, миналаушы машина айдап жүрдім. Қолымызда автомат, бір жерде гранатометі бар. Сондай жаңағы қызметтерде болды. Жалпы қанша әскер болды ол жерде, жалпы жауынгер болды қанша? Бір дивизияның өзінде 20 мыңдай солдат болады. Кейін 15 мың кемінде. Кейін 2-3 дивизия жиналып, жан-жақтан барып армия болды бұл. 4-5 дивизиядан бір армия шығады. Сол Ауғанстанда азғантай бір бөлігін айтайын. Біздің жаңағы бронированный техникамыз Ауғандардың тауының ортасында жаудың дұшпанның қолына түсіп қалған. Соны құтқару үшін бір сержант, мен және бір солдат үшеумізді жіберді. Сол жерде соларды ерлікпен қараңғы түсе соларды алып шыққанымыз үшін маған Қызыл Жұлдыз ордені сол жерде берілді. Қызыл Жұлдыз ордені. Содан сол жерлерде айту не қылып, жеңіп өзде Ауғанстанда болғандарға мынау Ауғанстандағы интернеттен жауынгер деген мені мынаны берді. Орден ғой, бұлар медаль. Орден, мынау Қызыл Жұлдыз, мына кейінгі шаң Қызыл Жұлдыз, бұл Совет әскерлері Ауғанстаннан шыққанына 30 жыл болған кезде, осыдан мен бұнда жерде жаңағы, міне 30 жылдық. Бір орден мен бір медаль келді. Мынау орден, бұл енді құрмет ордені десек те болады, Слава Афганцев. Ауғанстанда қызметінде құрмет ордені болды. Бұлардың барлығы 20 жылдыққа, 25 жылдыққа берілген нелер. Мерейтой жылдарында. Мынау енді отанға қызмет еткені үшін берілген медальдар. Міне жаңағы отанға жасы қызмет еткені үшін, отанды қорғаған үшін деген медальдар марттарда бәрінің жазуы бар міне. Бұның барлығының менде құжаттары да бар. Аллаға шүкір, осы Ауғанстанда болғаным үшін мені халық ел құрметтеп, әр мерекелерде, мектепке, осы Шот ауданында, қаласында мектептерге аралататын, ауыл жерде мектептерге барып келген уақыттарым болды. Сондықтан міне осы Ауғанстанда болғанымда менде мақтанышым, ел халық құрметтейді. Міне мен жалпы айта кетейін, Ауғанстанда Совет әскерлері 10 жыл уақыт болды. Сол 10 жылдың ішінде 15.051 интернационалдық жауынгер қаза тапқан. Сол кезде ғой. Сол кезде. Содан 670-тен 2000-ға дейін кісілер дерексіз жоғалып кеткен. Қайға кеткенін білмейді. 53.753 жауынгер мүгедек болған, жарақсыз. Екінші группа, бірінші группа, бірінің аяғы жоқ, бірінің қолы жоқ дегендей. Ал біздің Өзбекстаннан сол кезде 63.000 әскер барған екен. Өзбекстан Республикасының өзінен. Қазір деректерге не мұны білетін себебі мен жаңағы осы тақырып болып отыр ғой, енді Ауғанстанда жаңағы 5-6 жылдан бері осы ауданда Ауғанстан соғыс қатынасушылары несінің төрағасы болып істеймін, ардагерлердің төрағасы. Сондықтан жаңағы біздерге жаңағы мына республикадан азалық куәлік берілген. Бұған біз әр жылда аза болып тұрып, осы мына яғында 1 жыл 20 жылға шейін 20 өтіп кете береді. Ардагер деген мынау Мұратов деген бұл республика бойынша Ауғанстан соғыс ардагерлерінің төрағасы, республика бойынша. Соның мына қолы міне, Мұратов деген. Мына жерде жазылған республикасы бойынша жаңағы Бірләшілме рәйісі дейді. Әне сол, Аллаға шүкір, жақсымыз, халық ел құрметтейді. Осы Ауғанстан соғысына қатысқаным үшін мемлекет тарапынан міне маған үй беріліп отыр. Осы үйде де тегін мемлекет беріп отыр. Сонымен бірге Сейітқазы аға, сіздің осы ауданымыздың аймағындағы Қошқарата әулие кесенесі басында қанша жылдан бері шек-шекеніңізді білеміз. Жалпы сол Қошқарата
зиярат орын жайлы айтып берсеңіз осы жерде. Міне осы Тәуелбай елі деп айтпай ақ қояйын, Шұдық өңірінде Елдір ата, Қосшыр ата, Бедер ата, Момын ата, Тамды өңірінде Дәуіт ата, Күжімді ата әулілер, Қанарбай атамыз да бар. Қанарбай ата, осы әулілердің зиярат мекендерін бар осы жерде, осы әулілердің зиярат етулері орналасқан. Мен сонымен Қосшыр ата әулиеде 2003 жылдан бері шейхшілік етемін. Бұл жерге шырақшы десе де болады, кесенесінде. Сол жылдардан бері сол жерге қанша адамдар келіп, қанша адамдар зиратқа келіп жатыр, сол халыққа дұға етіп, Алла тағала соның өмірін берсін, халқымыздың ауырсыздықтан аман болсын деп, сол әулиенің басында отырып, Алладан дұға етеміз. Енді мен осы орайда сұхбаттың сұрағын әрі қарай Ләззат апайға барғым келіп отыр. Енді өзіңіздің жарыңыз Ләззат апа қаншама жыл ұстаздық еңбек еттіңіз. Бүгінгі жастарға айтар аналық қандай лебіз тілектеріңіз бар? Неке, Қайрат, біздің отбасымызға келіп отыр екенсің. Біздің үлкен басшымызбенен сұхбат алып бардыңыз. Рахмет. Әрқашанда абыройлы, бақытты, мейірімді, шапағатты, еңбекшіл, дана болып өсулеріне тілектеспін. Сол тілекшімін мен. Рахмет, Ләззат апа, тамаша, керемет. Ақжарма тілегіңізді айтып отырсыз. Үлкен рахмет сізге. Алтын басыңыз аман болсын. Расында да қазақ даналығы бала балым, немере жаным деп жасаймыз ғой. Енді осы отбасының қызығы, сіздердің қызықтарыңыз, біздің немерелеріңіздің де бір айтар тақпақтары, өнерлері болса тыңдайық. Менің атым Аяжан, Сытқазиева Аяжан Рабатовна. Менің өзім дайындаған тақпағым бар, ол жанұяға қатысты. Атана Асқартау алдымдағы, әрқашан асқақтайсың алдымдалы, өзің берген өне, тәрбиең мен бақытты жанұя бауырымдағы. Тамаша, әрі қарай тыңдайық. Айталы. Мен Сытқазиева Жания Рабатовна. Мен де тақпақ жаттадым. Менің отбасым, атамнан басталар, әжемнен қосталар. Отбасым мыналар, ең жақын адамдар. Әкем мен анам бар, бір туған апам бар, бір туған інім бар. Бәрін жақсы көремін, еркелеймін, еремін. Тамаша, рахмет. Немерелеріңіздің қызығын көріңіздер. Оқуда озат, ойлы азаматша болып өссін дейміз. Мен осы орайда тағы айтқым келіп отыр. Бүгінде біздің елімізде жеке кәсіпкерлік жақсы жолға қойылған. Енді осы заманға сай жұмыстан бөлек мына ұрпақтарыңыздың сол жеке кәсіпкерлікпен айналысып, осы қала орталығында, өзіміздің орталығымызда ұлттық үлгідегі дүкен ашқан білеміз. Құтты болсын дейміз, берекелі болсын. Ал енді біз келесі сұхбатты әрі қарай жалғастырамыз, сол дүкенге барып көретін боламыз. Мінекей, Роберт, бүгінгі ашылған дүкендерің құтты болсын, берекелі болсын, кәсіптерің берекесін көріңдер. Ал енді осы дүкендегі жалпы сатылатын тауарлар жөнінде айтып өтсең тұтынушыларға. Ассалаумағалейкум, халайық. Мінекей, жұртымызға, елімізге ұлттық киім-кешектер ашып, мінекей халқымызға көмегін тисеген деген себептен алысты жақын қылып осы қазақ ұлттық киімдерін алып келіп сатып отырық. Тамаша. Сол тамаша, керемет. Мен қарап тұрсам, ылғи өзіміздің қазақи үлгідегі киімдерге көзім көріп қуанып тұрмын расында да. Біздің салт дәстүрімізге сай, дәстүрімізге сай келетін осындай үлгідегі киімдер бүгінде арасында да ортамызда біздің елде сұранысқа ие. Сол себепті мынау еңбектеріңіз жана берсін. Тамаша. Жалпы халықтың көңілден шығатын осындай сапалы дүниелер, тауарлар сата берулеріңізге біз тілектеспіз. Ендеше бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.